Саламатсыз ба, апай? Альмира, сен зерттеу жұмысын жасаған келе ма? Иә. Ендеше зерттеу жұмысын бастамастан бұрын біз зертханада қауіпсіздік ережесімен танысып алайық, иә? Сәлем достар, біз зертханада қауіпсіз болуды үйренеміз. Зертханаға кіргенде арнайы киім киеміз. Белгісіз заттарды ұстамаймыз. Иіскемейміз. Тек тәрбиешіні тыңдаймыз. Соңында қолымызды жуамыз, қауіпсіз болайық. Альмира, зертханада қауіпсіздік ережесімен таныстық, иә? Ендеше сен суда сурет салуға болатынын білесің бе, Альмира? Жоқ, апай. Ендеше бүгінгі біздің зерттеу жұмысының тақырыбы суда сурет салу өнері немесе эбру техникасы деп аталады. Ол үшін бізге суда сурет салу үшін керекті құралдар: қойытылған су, түрлі түсті бояулар, қылқалам және де үшкір таяқша. Одан бөлек ең маңыздысы бізге пластик ыдыс. Бірінші біздер қойытылған суымызды пластик ыдысымызға құямыз. Кәне, Альмира, өзің құя ғой. Жарайсың. Бұл бізде қойытылған су. Альмира, қойытылған суымызды біздер ыдысымызға құйып алдық. Енді біздер қай түсті таңдаған келеді? Көк. Көк түсті таңдаған келе ме? Көк түсті ашып аламыз. Қылқалам арқылы, негізгі шертпе әдісі арқылы суға шашыратып аламыз. Кәне, көзің мынаның үстіне ұршы. Қаттырақ. Мира, мен сенің алдында түрлі түсті бояуларды қойдым. Кәнекей, маған бояулардың түстерін айтып берші. Қызыл. Жарайсың. Жасыл. Жарайсың. Қара. Қоңыр. Жарайсың. Көк. Иә. Сары. Иә, осы біздер 6 түс арқылы бүгін суда сурет салатын боламыз. Енді өзіңе қылқаламды алып, бірінші көрсетіп берейін. Жасыл бояуды алайық, иә? Осылай. Альмира, біздер қазір жасыл бояу арқылы гүлдің суретін саламыз ба? Гүлдің сабағы жасыл болады, иә? Гүлді қандай түске бояймыз? Альмира? Қызыл. Қызыл. Ал мен өзің гүлдің суретін салшы. Қылқалам арқылы ал. Мына жерге жаймен. Мен сен қолын ұстап отырайын, иә? Жарайсың тағы. Альмира, саған бүгінгі зерттеу жұмысы ұнады ма? Иә. Жарайсың. Бұл сенің салып жатқаның ненің суреті? Гүл. Гүлдің суреті, иә? Және маған бұл қылқаламды маған бере. Енді суретімізді аяқтаймыз. Ол үшін бізге дәл осылай ақ қағаз керек. Енді біздер жаймен ақ қағазды судың бетіне қоямыз. Бояудан ажыратып алуымыз керек. Альмира, енді судағы қағазымызды жаймен көтеріп аламыз. Көрдің бе? Судың бетіндегі өрнегіміз ақ қағаздың бетіне түсті. Иә, Альмира? Бүгінгі зерттеу жұмысым саған ұнады ма, Альмира? Иә, апай. Ендеше бүгінгі біздің суда сурет салу өнері немесе эбру техникасы арқылы үйренген суда сурет салу зерттеу жұмысымыз өз мәресіне жетті. Ендеше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.